Ассалаумағалейкум оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дәмді әрі өте пайдалы салат жасалу жолымен бөлісетін болам. Бұл салат маған өте қатты ұнады, себебі достар, маған кез келген салаттар ұнамайды. Кез келген салатты жей бермеймін мен. Сондықтан осы салатты жасап көруге сізге кеңес берем. Дәмі хрустящий болып, күшті болып шықты. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті құрам ол краснокочанная капуста, яғни күлгін қызғылт түсті 40 қабат. Оны тазалап, жуып, содан кейін осылай екіге бөліп, екіге бөлгеннен кейін ортасындағы өзегін алып тастаймыз да, видеода көрсетілгендей етіп кесіп алатын боламыз. Жақсылап кесіп алғаннан кейін осындай шұңғыл ыдысымызға салып аламыз. 40 қабатымызға дәміне қарай тұзды қосып, жақсылап қолымызбен осылай кішкене қаттырақ араластырып жібереміз. Одан кейін морковымызды тазалап аламыз. Морковымызды осындай корейский салатқа арналған теркіде өткізіп аламыз. Одан кейін болгар бұрышын тазалап, жуып, оны да осылай видеодағыдай етіп, жұқа етіп кесіп аламыз. Одан кейін қиярымызды да жұқалап, осылай жіңішке етіп кесіп алатын боламыз. Одан кейін кукуруз саламыз достар. Бұл салатты мен көз мөлшерде салып жатырмын. Біздің семьяда тек қана екі адам ғана салат жейді, екі үлкен кісі. Бұл даже бізге көп болды. Өздеріңіз көбейтіп, азайтып жасасаңыздар болады. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге зәйтүн майы қажет болады. Яғни оливковое масло, одан кейін соевый соус қажет. Содан кейін лимон соғы. Осылай жақсылап араластырып жібереміз. Содан кейін чеснокты осындай кішкентай теркіде өткізіп аламын. Аз немесе көп қосу өздеріңізге байланысты. Чеснокты қатты жақсы көрсеңіздер, көп қоссаңыздар болады. Содан кейін сикер, дәміне қарай бұрыш және горчица, орегано қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Дайын соусымызды салатымызға құйып, салатымызды жақсылап қолымызбен немесе қасықпен араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін әдемі, өздеріңіздің әдемі ыдыстарыңызға салып ұсынатын боласыздар. Салат дайын болды достар. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздерге өте көп басқа да дәмді, пайдалы тағамдарды түсіріп бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассалаумағалейкум.